Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Бүгін біз сабақта сан есімнің жасалу жолдары, сан есімнің түрлерімен танысамыз. Өзінің мағынасы мен қызметі жағынан сын есімге ұқсас сөз табының бірі сан есім. Өйткені екеуі де зат есімнің қасиет ерекшеліктерін көрсетеді. Сан есім заттың санын, ретін, мөлшерін білдіретін сөз табы. Сонымен бірге сан есім жеке дара қолданылып, тіліміздегі санның атын білдіреді. Сан есім неше, қанша, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Сан есімдер негізінен анықтауыш қызметін атқарады. Сан есімдер мағыналық, тұлғалық, синтаксистік қызметі жағынан іштей бірнеше топқа бөлінеді. Оны сан есімнің түрлері деп атайды. Сан есім үшке бөлінеді: тұлғасына қарай, құрамына қарай, мағынасына қарай. Сан есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді: дара және күрделі. Дара сан есімдерге мысал келтіретін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. Күрделі сан есімдер 14, 25, 30-ға жуық. Сан есімдер тұлғасына қарай негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Мағынасына қарай сан есімдер есептік, реттік, жинақтық, топтау, болжалдық, бөлшектік сан есім болып 6-ға бөлінеді. Жинақтық сан есім нешеу деген сұраққа жауап беріп, заттың жинақталған санын білдіреді. Жинақтық сан есімдер 1-ден 7-ге дейін ғана. Олар үнемі дара күйде келеді. Реттік сан есім заттың рет санын білдіріп, нешінші, қаншасыншы деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есімнің жасалуына есептік сан есім негіз болады. Реттік сан есім күрделі де болып келеді. Ондай жағдайда жұрнақтар күрделі сан есімнің ең соңғы сан есіміне жалғанады. Мысалы, 16. Болжалдық сан есімдер заттың санын дәл атамайды, шамалап көрсетеді. Болжалдық сан есімдердің жасалуы күрделірек. Сұрақтары қанша, неше, қаншадай, нешеге жуық. Мысалы, 50-дей, 30-дай, ондаған, елулеп, бірер. Бөлшектік сан есім бүтін заттардың бөлшегін білдіреді. Жарым, жарты, ширек, 3/1. Бөлшектік сан есімде есептік сан есімнің негізінде жасалады. Мысалы, 1, 1/2, 2, 3/2. Бөлшектік сан есім жасайтын есептік сан есім мен жарым, жарты, ширек сияқты сөздердің тіркесуі мынадай болып келеді. Бірінші, бөлшектің алымы атау септікте тұрып, бөлімі шығыс септікте тұрады. Мысалы, 2-ден 1, 4-тен 1, 5-тен 4, 10-нан 7. Екінші, бөлшектің алымы тәуелдік жалғауда, бөлімі ілік жалғауда тұруы да мүмкін. Мысалы, 10-ның 1, 1000-ның 1, 100-дің 2. Топтау сан есімі заттың санын топтап көрсетеді. Мысалы, 2-2-ден, 5-5-тен. Есептік сан есімдерге шығыс септігінің жалғануы арқылы жасалады. 5, 5-5-тен, 5-6-дан, 9, 9-9-дан, 8-9-дан, 100, 100-100-ден. Есептік сан есім заттың жалпы санын білдіріп, неше, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Есептік сан есімге табиғи сандар жатады. Олар сан дәрежесіне қарай бірлік, ондық, жүздік, мыңдық сандар деп бөлінеді.